Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Өткен жолда бір кобальтқа қатысты видео салған болатын. Соның астында біраз просмотр жинап, біраз комментарий, біраз сұрақтар жиналып қалған екен. Мен соларға бір жауап бере кетейін дедім. Яғни бір сұрақ қойыпты, жаңағы вентилятордың предохранителі қайда деп. Өткенде сол салған видеомды жоғарыдан көрсеңіздер болады. Яғни мен онда прикурительный вентилятор жайында салған едім. Сол жайында соның астына комментарий қалдырған екен. Вентиляторның несі предохранителі сіздерге көрсетіп кетейін. Яғни капоттың ішінде достар, мына жерде мына предохранительдер тұрады. Ашқанда предохранительдер, яғни вентиляторыңызда ағыс қосылмай жатқан жағдайда екінші тұрға предохранительдер қарауларыңызға керек. Вентилятордың предохранителі яғни. Және деген біздерде кобальтта өздеріңіз білесіздер, мына кобальт айдайтындар или кобальт алып жатқандар болса, сіздерге бұнда температура көрсетпейді, яғни қанша градусқа қызған жайында ешқандай көрсетпейді. Тек вентилятор қосылмай қалып немесе термостат бірдеңе ашпай алған жағдайда индикатор жаңағыдай су қайнады деген сияқты болды. Сондықтан да келесі менің YouTube парақшама өтсеңіздер, ол жағында температура яғни көрсететін датчикті қалай қоюға болады, қандай температура көрсетіп жатқан приборды қалай қайда қоюға болады деген сияқты видео салдым. Содан көрулеріңізге болады дағы. Назарларыңызға рахмет. Алда жақсы видеолар күтіңіздер. Лайк басып, коммент қалдырып, алда да қосылып кетіңіздер.